Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, ажурный болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Әрине, құймақты кез келген жан үйінде әзірлей алатынына күмәнім жоқ, бірақ мен өзімнің жасап жүрген әдісіммен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқа мен шекерімізді салып, жақсылап видеодағыдай ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Содан соң жылылау сүтімізді де құйып, оны да миксерлейміз. Сүт міндетті түрде жылы болу қажет. Оның үстінен 1 стақан жылы суымызды құйып, оның үстінен қазір хетелді салып, 3-4 ас қасық өсімдік майын құйып, миксерлеп алатын боламыз. Одан соң массамызға алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз-аздан сала отырып, миксерлейтін боламыз. Мен осы консистенцияға 12 ас қасық ұн салдым. Сіздер өздеріңіздің консистенцияларыңыздың сұйықтығына қарай салып отырсаңыздар болады. Мінекей, бізде видеодағыдай сұйық консистенция пайда болу қажет. Рецептінің толық нұсқасын описание бөліміне жазып қалдырдым. Сонда өтіп қарасаңыздар болады. Енді табамызды орташа отқа қыздырып, табамызды аздап майлап, құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Осылай баяу отта екі жағын ауыстыра отырып пісіреміз. Құймақтың жасалу жолы өте қарапайым, кез келген жастағы адам жасай алады. Жасалу жолы да өте оңай. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Осылай массамызды шетінен құя отырып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Піскен құймақтарды кез келген начинкамен немесе өз қалауыңызша орап, дастарханға ұсынсаңыз болады. Ас болсын. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнама жаңа көрермен болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, және алдағы жаңа рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көру үшін жанында тұрған қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.